Сәлем, достар! Сендер білесіңдер ма, бүгін бізде бір талантты жігіт қонақта. Кім екенін Ермұхамед айтар. Өз ертегілерін айтып жүрген менің досым Абдрахман. Қош келдің, Абдрахман. Я, достар, мен сендерге ертегіні қалай айтады екенін түсіндіремін. Енді оны қалай жасаймыз? Бізге қажетті жаттар ақ қағаз, түрлі түсті қарандаш, қайшы, ұштағыштар. Осылардан ертегі жасап шығарамыз ба сонда, Абдрахман? Я. Қалай болады екен? Қызық екен, я, Ермұхамед, көреміз ба? Я, көреміз. Бүгін қандай ертегі жасаймыз? Бүгін біз үш аю деген ертегіні жасаймыз. Достар, сендерге де үш аю ертегісі ұнаса, онда төмендегі комментарияға жазып колокольчик басыңыздар. Міне балалар, суретімізді салып болдық. Енді ертегімізді тамашалайық. Ио, керемет шыққан сияқты. Олай болса, бірге ертегіні тамашалайық, достар. Я, балақайлар, экранға жақын отырып, бізбен бірге көрейік. Я. Міне достар, кейіпкерлеріміздің бәрі дайын болды. Енді қозғалтып көрейік. Ертеде қалың тоғай ішінде үлкен бір үңгір болыпты. Ол үңгірдің ішінде үш аю өмір сүріпті. Олардың ішіндегі ақ төс аю үлкен және мақтаншақ болыпты. Ол қазандай тасты домалатып ойнайды екен. Күштілігіне мақтанып, аңдарға маза бермепті. Бір күні түлкінің құйрығынан ұстап жұлқылайды. Оны көрген екі аю, түлкі бізге тиіскен жоқ қой, қоя бер дейді. Ақтөс аю, бұл түлкі мені сыйлап жүрем десе, мен оны жіберем депті. Құйрығы ауырған түлкі қынсылап, аюаға босатшы мені, сыйлап жүрейінші депті. Аю, енді түлкі мені сыйлап жүрет деп мақтаныпты. Тағы бірде аю қасқырды ұстап ап, аяғын ауыртады. Оны көрген екі аю, қасқыр бізге тиіскен жоқ қой депті. Сонда Ақтөс аю, егер мені сыйласа, мен оны босатам депті гүр-гүр етіп. Қасқыр қырылдап, аюаға босатыңызшы, сыйлап жүрейін деп жалыныпты. Ал Ақтөс аю екі серігіне, міне қасқыр да мені сыйлап жүрет деп қоқиғаланыпты. Сонда екі аю, сені қасқыр мен түлкі жек көреді. Бұдан былай сені ешқашан сыйламайды. Өйткені сен оларға күш көрсетіп жәбірледің депті. Жоқ, сыйлайды деп Ақтөс аю
мақтаныпты. Бір күні Ақтөс аю өзі жалғыз келе жатса, баяғы өзі жәбірлеген бір топ қасқыр алдынан шығыпты. Сен бізге жазықсыз азап көрсеттің ғой, енді бәріміз жабылып сені талаймыз. Көп қасқырдан зәресі ұшқан Ақтөс бір ағаштың басына өрмелеп шығып алып, аман қалыпты. Қасқырлар біраз тұрып кетіп қалыпты. Сонан соң Ақтөс аю тағы да келе жатса, алдынан өзі жәбірлеген түлкі шығыпты. Түлкі сызылып, аюаға неден қорқып келятсың депті. Көп қасқырдан қашып келемін депті. Онда жылдан бері қарай жүр. Жаңа мына жақтан қасқырлар көрініп еді, дейді түлкі. Түлкі көрсеткен жаққа тұра қашқан аю күмп беріп батпаққа түсіп кетеді. Түлкі аюдың қасына келеді да сылқылдап күледі. Сен ана жолы маған жазықсыз жәбір көрсетіп едің. Сол үшін сазайыңды тартқызғым келді деп кетіп қалады. Батпаққа батқан аю өліп талып әрең шығады. Шаршап шалдығып үйіне келеді. Саған не болды дейді екі серігі. Мені қасқырлар талап тастайын деді. Ағаштың басына шығып құтылып едім. Түлкі кездесіп қалды. Ол мені алдап батпаққа батып кетті, дейді Ақтөс аю мұңайып. Сонда серіктері күшке сеніп, әлсіздерді күшпен сыйлатам деген ойың дұрыс емес екендігіне көзің жеткен шығар депті екі серігі. Жарайсың, Абдрахман, қандай тамаша! Осындай қағаздан, түрлі түсті қарандаштардан керемет ертегі шығады деп ешқашан ойламаппын, көрмеппін де. Я, Дөка, қағаздардан да ертегі жасауға болады. Балаларға да ұнады деп ойлаймын. Меніңше де балаларға ұнады. Сен қалай ойлайсың, Ермұхамед? Мен де ұнады деп ойлаймын. Абдрахман, сен бізге жиі келіп тұр. Достар, сендерге де біздің түсіріліміміз ұнаса, төмендегі комментарияға плюс жазыңыздар. Сау болыңыздар, достар!